Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен маманың хит болған қаттаманы жасайтын боламыз. Маманың оригинал рецептісін бойынша жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Құпия рецептімен бөлісетін боламын. Қараңыздар, қандай жұмсақ, қытырлақ болып шықты. Ыстықтай жесеңіздер, вообще күшті болып шығады. Қараңыздар, қандай жұмсақ болып шықты. Құпиясын білгіңіз келсе, видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды қосып, кішкене тұз саламыз дәміне қарай. Одан кейін ашытқымызды салып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды өте қатты қылып қоймаңыздар, яғни ұнды көбірек бірден салып жіберсеңіздер, қамырларыңыз қатты болып қалады. Сондықтан да аз-аздан сала отыра, жұмсақ, сәл қолға жабысатын қамыр илегендеріңіз дұрыс. Сонда қаттамамыз жұмсақ болып шығады. Енді қамырымызды илеген соң бетін жауып ашытып қоямыз. Міне осылай болып көтеріліп шықты. Мен уже 2 рет қайтарып қойдым. Көтерілгеннен кейін осылай қайтарып, тағы да 1 рет қайтарып болсаңыздар болады. Осылай ұнның көмегімен 5 бөлікке немесе 6-ға бөле берсеңіздер болады. Негізі бір қаттаманы 2-3 қатарлы етіп жасай берсеңіздер болады. Бірақ мен видеода көбірек болсын деп бір қаттаманың өзін бір қамырдан бір қаттама шығардық. Әрқайсысын осылай жайып шыққаннан кейін арасына май жаға отыра бір-бірінің үстіне қабаттастырып пісірсеңіздер де болады. Ол кезде вообще қытырлақ болып күшті болып шығады. Бірақ осылай жасасаңыздар да жақсы шығады. Қараңыздар, енді үлкен етіп қамырымызды жайып алғаннан кейін кез келген сары майды ертіп осылай жағып шығамыз да ораймыз. Барлық қамырымызды осылай бір қамырдан бір қаттамадан шығарып, енді мұздай жерге қойып қоямыз. Майы жақсылап сіңіп, біраз тұрғаннан кейін табамызды қыздырып қойып, осылай табамның көлемімен бірдей етіп жайып аламыз. Енді табамызға кішкене май жағып, одан кейін қаттамамызды саламыз. Піскенін біліп тұру үшін астын аударып қарап тұрсаңыздар болады. Қаттамамыз қып-қызыл болып пісіп шықты. Енді піскеннен кейін бетіне май жақсаңыздар болады. Ол кезде жұмсарып әдемі болады қаттамамыз. Егер сіздерге рецепт ұнаса, маманың рецептімен міндетті түрде дайындап көріңіздер және YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.